ертеде ғұлама болыпты. Аяру тыңдамасын ба? Ол барлық халықтың және жан жануарлардың, жәндіктің, өсімдіктің тілін түгел біледі екен. Бір күні ғұлама бар ішінде келе жатып, құмырсқаның үйлеуіне тап болыпты дейді. Ол бір құмырсқаны ұстап алады да, сенің бидің неге жіңішке деп сұрайды екен. Қомаға емеспін дейді құмырсқа. Егер саған бидайдың бір дәнін берсем, қаншаға жеткізер едің деп сұрайды. Сонда 1 жылға жеткізер едім депті құмырсқа. Ғұлама құмырсқаны сауытқа салып, қасына бидайдың бір дәнін қояды. 1 жыл өткен соң сауытты алып қараса, құмырсқа бір қырынан бүк түсіп, қимылсыз жатыр екен. Қасында бидай дәнінің жартысы қалыпты. Әлі бірден кейін бірте-бірте мұтын аяғын қимылдатады да, құмырсқа орнынан тұрады. Бір дән маған 1 жылға жетеді деп едің. Жыл өтті, ал сен дәннің жартысын ғана жепсің ғой. Оның қалай деп сұрайды. Ол дәнді 1 жылда жеп бітірсем, қазір менің халім әлдеқайда жақсы болады. Бірақ сен босатуды ұмытып кетсең, онда мен бостан-босқа ашпай өлген болар едім деген екен. Сол себепті 1 жыл бойы жарты дәнді қанағат қылдым деп жауап береді екен құмырсқа. Ғұлама құмырсқаның шыдамдылығы, оның қанағаттылығы қайран қалыпты. Содан кейін ғұлама қанағаттық қасиеттің адам баласына ғана үйретіпті дейді. Ya балалар ертегі қызық екен? Тыңдадыңдар ма? Мен ертегім аяқталды. Алтын қызым, Үркетай қызым, апасының еркесі. Аяру? Аяру, ертегім қызық екен? Тыңдадың ба? Ой, алтын қызым менің, тәтті қызым бұл. Апасының ай қызы бұл. Күн қызы.